Министрліктің қолында не жер жоқ, не жолға жауап бере алмайды. Біздің туристік дестинациялардың көбі экологиялық парктерде орналасқан. А экологиялық парктер кімнің қолында? Экология министрлігінің қолында. Ал жол кімнің қолында? Жол транспорттың, Қазавтожолдың қолында. Демалыс орындарын беретін мысалға көлдердің жағасындағы жер кімнің қолында? Жер әкімдіктердің қолында. Яғни оларда ешқандай құзырет жоқ. А құзыреті жоқ. Ол тіпті министрлік, тіпті мынау Қазақ туризм ұлттық компаниясы қонақ үйлер бар ғой. Қонақ үйлерге жұлдыз бере алмайды. Яғни өздері таңдап мынаған 3 жұлдыз, мынаған 4 жұлдыз деп қонақ үйге жұлдыз бере алмайды. Жұлдыз беру құзыреті бізде сауда және интеграция министрлігінде мысалға. Демек бұл жерде біз министрлікте қазір айтуымыз мүмкін жұмысы дұрыс жүрмей жатыр деп. Олай емес. Олардың қолындағы бюджет туризмде өте аз және құзыреті өте жоқ десек те болады енді былай қарасақ. Былайша айтқанда қазір біз министрлікті бір ақтап алғандай болдық, бірақ мәселе ода емес. Жоқ, мен ақтап тұрған жоқпын. Бұл жерде ол министр өзі егер соған ынталы болатын болса, ол ана ведомстволардан өзі жұлып алатын еді. Мынаны маған бер, мынауны маған бер, мынау жол бойындағы сервисті маған бер. Өйткені ертең жауап беретін жаз кезінде менен сұрайды, мынау неге дәретханаларыңыздың суы жоқ, ол неге үйіліп жатыр деген сияқты. Сондықтан бұл жерде меніңше саяси не керек? Амбиция керек.